Сәлем достар. Шоу-бизнес жаңалықтармен таныс болыңыздар. Отандық танымал әнші Абай Бегейдің қызы Сымбаттың жасауына қанша ақша жұмсағаны белгілі болды. Ең көкейіндегі сұраққа Сымбат Абай қызының жеңгесі жауап берді. Ол әкесі сыйлаған көлікті есептемегенде шамамен 40 миллион теңгедей қаржы жұмсалғанын ашып айтты. Бәріне қызық болып жатқан бір сұрақ бар. Сымбаттың жасауына қатысты екен. Қызымызға әкесі, анасы, әжесі мен әпкелері болып аямай жасау бердік. Үйлену тойындағы сыйлаған көлікті есептемегенде 40 миллион теңгедей кетті. Өзіне ғана бұйырсын деп ең жақсысын алдық. Бастысы бақытты болсын деп жазды Абай Бегейдің келіні. Сонымен қатар ол Сымбаттың қалың малы қанша болғанын да жария етті. Құдаларымызға Алла разы болсын, ешкімнен артық та кем де қылмай 3 миллион теңге әкелді деп жазды жеңгесі. Қазақстандық танымал актриса әрі кинопродюсер Дариға Бадықова желіде әріптесі Олжас Абайдың видеосын жариялап, екеуінің арақатынасы туралы айтты. Өнер иесі актермен қатты ұрсып қалатын кездері болатынын жасырмады. Дариға Бадықова Олжас Абайдың бейне жазбасын Инстаграмдағы парақшасында жария етті. Онда қос актердің кемеде тұрғанын көруге болады. Бадықова аталмыш видеоға қатысты жазба қалдырып, елді ойландырып қойды. Өнер иесі әріптесімен арақатынасы туралы айтқан. Ол Олжас Абаймен қатты ұрсып қалатын кездері болатынын жеткізді. Алайда, сондай сәттерде оларды татуластыратын адам болмай қалатынына Бадықова қатты күйінген болатын. Екеуміз екі жаудың баласындай тас талқан боламыз. Ей, қойыңдар деп бір адам татуластырмаған. Керісінше концертімізді көреді деп жазды Бадықова. Отандық танымал продюсер Баян Мақсатқызы екінші қызының есімін қалай қойғанын айтып елді таң қалдырды. Өнер иесі түсінде аян көріп перзентіне ат таңдаған. Баян Алакөзова қызын не себепті Алма деп атаған туралы тұңғышы Айсәуле Бақытбекке берген сұхбатына айтып берді. Белгілі продюсер Алма есімін таңдауына түсіндегі аян себепкер болғанын жеткізді. 5 айға қарай мен Дәмеле деген есімге тоқтадым. Маған қатты ұнайды. Жолдасым да қарсы болмады. Бірақ іштей бір нәрсе жібермей тұрды. Шынымен де әдемі, бірақ тартпай тұрды. Мен қалаған есімдердің ішінен осы ат келіңкіреп тұрғандай болды. Сосын тұрсын, қоя тұрайық. Бұл қыздың есімі өз уақытымен келер деді. Сосын Алманың дүниеге келуіне 3 ай қалғанда мен бір түс көрдім. Түсіне маған нақты бір сөйлем айтылады. Екінші қызына Алма есім бер деп аян берді. Сендер оны Алмуша деп атасандар, батыста ол Альма болады деп айтты. Бір түсімде осындай бір сөйлем болды. Ояны бірден жолдасыма қызымызға Алма есім беретімізді айттым. Филиппиндік бала күтушіміз расымен Алма деп айта алмайды, ол Альма деп атайды, деді продюсер.